Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге біз балық қуыратын боламыз. Балықтың іші сыртын барлығын осылай әдемілеп тазалап алдық. Қазір енді осындай бөліктерге, майда бөліктерге бөліп майға қуырып алатын боламыз. Маринадтың қалай жасалатынын қазір көрсетемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көріңіздер. Мінекей достар, қазір балығымызды осылай майда бөліктерге бөліп аламыз, сосын майға қуыратын боламыз. Пышақтарыңызды жақсылап өткірлеп алыңыздар, өйткені мен сияқты кеспей қалуы мүмкін. Осылай кесіп аласыздар. Қазір енді кесіп алған балықтарымыздың барлығын тұздайтын боламыз. Осылай барлығын салып аламыз дағын. Бисмилла деп тұздан бастаймыз. Бұл не үшін керек десеңіздер, етке кішкене дәм беру үшін керек. Осылай көрмес. Мынаны дұрыс кеспеген ма, көрдіңіздер ме? Пышақтарыңыз өткір болу керек сол үшін. Сосын кішкене лимон сығып жасаңыздар. Сосын паприка болса паприка, немесе перец қоссаңыздар болады. Менде паприка жоқ, сол үшін перец қосам, және де осындай қара бұрышты қосам. Енді дәл осылай, қатты араластырмай қояйық. Дәл осылай 20 минутқа қалдырамыз. Табамызды жақсылап қыздырып алдық. Енді майымызды құятын боламыз. Бізде 20 минут уақыт өтті. Енді балықтарымызды осылай ұнға аунатып аламыз. Ұнға мен кішкене тұз қостым. Көп қоспайсыздар, кішкене ғана қосасыздар. Жаңа майымызды жақсылап қыздырып алдық. Соған бисмилля қуырып аласыздар. Жай отта қуырасыздар, екі шетін асықпай пісіріп аласыздар. Менің скажу, үшеуі сізді. Сіздер сеғанша сала берсеңіздер болады. Bir жағы қызарғанда екінші жағын осылай аударып пісіріп алатын боламыз. Біздің балықтарымыз дайын болды. Енді бөлек тысқа салып алатын боламыз. Осындай сап-сары әдемі болып піседі. Міндетті түрде астына қағаз төсеңіздер, майын сіңіріп алатындай. Міне достар, біздің балықтарымыз дайын болды. Өте қытырлақ, өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Жансая. Ас болсын.